Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен дауысты дыбыстарды дауыссыз дыбыстардан қалай ажыратамыз? Жуан және жіңішке дауысты дыбыстар және қосарлы дауысты дыбыстар туралы білетін боламыз. Алдымен балалар, менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойсаңдар, сендерге менің жаңа сабақтарым шығып тұратын болады. Олай болса балалар, сабағымызды бастайық. Балалар, қазақ тілінде 42 әріп бар, білесіңдер, иә? Енді сол әріптер дауысты дыбыстар және дауыссыз дыбыстар болып бөлінеді екен. Дауысты дыбыстарды біз дауыссыз дыбыстардан қалай ажыратамыз? Енді мұқият тыңдаңдар балалар. Дауысты дыбыстар өкпеден кедергісіз шығады екен. Онымен ән айтуға болады, созуға болады. Мысалы, қане бірге айтайық. Деп балалар, дауысты дыбыстарды біздің деміміз біткенше соза алады екенбіз. Мысалы, о десек те, ү десек те, қазақ тілінде балалар 12 дауысты дыбыс бар екен. Олар о, ү, о, ү, у, и. Осы дауысты дыбыстар енді жуан және жіңішке дауысты дыбыстар болып екіге бөлінеді екен. Жуан дауысты дыбыстар дегеніміз қандай дыбыстар? Қараңдаршы. Жуан дауысты дыбыстар аузымызды айтқан кезде осы дыбыстарды аузымыз кең ашылады. Дегенде жуан естіледі және аузымыз кең ашылады екен. Әкелеріңнің, аталарыңның дауыстары қандай балалар? Жуан естіледі. Қазақ тілінде міне 4 жуан дауысты дыбыс бар екен. Ал қалғандары жіңішке, мысалы анамыздың, апамыздың дауысы сияқты, иә балалар? Аналарыңның дауыстары қандай? И деп айтқан кезде біздің аузымыз қатты ашылмайды. Содан кейін нәзік, жіңішке шығады екен, иә балалар? Өйстіп, осылай ажыратуға болады. Ал енді және қазақ тілінде балалар я, ю, йо деген қосарлы дауысты дыбыстар бар екен. Неге қосарлы? Өйткені балалар, я дыбысы 2 дыбыс болып көрінеді екен. Мысалы, қазір қараңыз. Дыбыстық талдау жасаған кезде балалар, мынаны қараңдаршы, қала деген сөз. Қала сөзі қала. Дыбыстық талдауды қалай жасаймыз? Балалар қараңдар, алдымен буын. Қала. 2 буыннан тұрады екен. Әріп саны қанша? Міне 1, 2, 3, 4. Қ-а-ыл-а. 4 әріп бар екен. Неше дыбыс бар екен? Қ-а-ыл-а дегенде біз 4 дыбыс естіп тұрмыз. Қала сөзінде 2 буын, 4 әріп, 4 дыбыс бар екен, е? Енді, онда қараңдар, қоян сөзі. Қоян. Қ-о-я-ны. 4 әріпті біз көріп тұрмыз. Ал, неше дыбыс бар екен санайық? Қоян сөзінде 2 буын бар екен, 4 әріп бар. Және балалар, 5 дыбыс. Неге 5 дыбыс? Енді мұқият тыңдаңдар. Я әрпі 2 дыбыс болып естіледі екен, естілгенде. И және а. И және қ, о, и, а, н. Өздерің айтып көріңдерші. Қоян дегенде қоян. Я әрпі и мен аның қосарлануынан пайда болады екен. Дыбыстаған кезде демек біз қоян. Әріп саны 4, дыбыс саны 5 екен. Бағана қала деген сөзде
4 әріп 4 дыбыс болса, әріп саны мен дыбыс саны бірдей болған. Ал қоян сөзінде балалар дыбыс саны біреу артық. Өйткені я дыбысы, ю дыбысы және йо дыбысы екі әріптері осы екі дыбыстан құралады екен. Сондықтан біз оларды қосарлы дауысты дыбыстар дейміз. Я әрпі и мен аның қосарлануынан, ю әрпі и мен удың қосарлануынан, йо әрпі и мен оның қосарлануынан жасалады екен. Енді мысалы тағы да аю деген сөзді алайық. Аю, ю деген сөзді алсақ. Екі әріп және а және ю. И мен удың қосарлануын жасалды. Сонда неше дыбыс болды? А, и, у. Екі әріп, үш дыбыс болады екен. Мысалы, қою деген сөзді алайық. Қою. Біз қанша әріп көріп тұрмыз? Үш әріпті көріп тұрмыз. Ал енді неше дыбыс естіп тұрмыз? Қ, о, и, у. Мына жерде и мен уды дыбысын естіп тұрмыз, балалар? Ю дегенді айтқан кезде. Қою. Қою, қою деген кезде 4 дыбыс естиді екенбіз. Ал йо әрпіне келетін болсақ, балалар, йо әрпі тек қана бізде орыс тілінен енген сөздерде келеді екен. Мұнда да шахтер, шахтер дегенде шахтер, и мен о естіліп тұр. Әріп саны нешеу қараңдар? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, 6 әріп бар. Неше дыбыс бар екен? Егер йо әрпі 2 дыбыс беретін болса, и мен оны беретін болса, онда бізде 7 дыбыс бар екен. 6 әріп, 7 дыбыс. Йолка. Қараңдар. И, о, ка. Йолка болып 5 дыбыс беріпті. 4 әріп, йолка 4 әріп, 5 дыбыстан тұрады екен. Балалар осы дыбыстық талдау жасаған кезде осы әріптерге мұқият болыңдар. Естеріңде сақтаңдар. Я, ю, йо 2 дыбыс береді. Әріп саны мен дыбыс саны 2 түрлі болады екен. Бір дыбысқа артық болады. Ал сонымен бүгін балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.